2022 жылға жаңа қойылым Сұлтанбек Құдайбергеннің «Періште қонған үй» драмасы көрермен назарына ұсынылды. Қойылым 2022 жыл балалар жыл деп жарияланудың аясында міндеттерге сәйкес періште сәбилер мен аналар тағдырын сахна өнері арқылы суреттеп көрсету мақсатында дайындалған. Театрдан Жібек Жұмаділқызы жалғайды. Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық драма театрында «Періште қонған үй» драмасы көрермен назарына ұсынылды. Қойылым көрермен көңілінен шықты ма? Жалпы бүгінгі спектакль маған өз көңілімнен шықты. Актерлардың ойнауы да және қоғамдағы қайшылықтарды сахнаға алып келуі де, ертегіні оқиғаға ұйқастыруда өте жалпы сахнадан көрініс тапты. Драма оқиғасында дүниеге сәби әкелуге шешім қабылдап, перзентханада жатқан әртүрлі жастағы әйелдер тағдыры суреттелді. Апай біледі, қайдан ұстап алу керек. Сөйтіп жол сайын курортқа барып, мынадан демалатын істеу. Перзентханадағы аналардың әдеби кітаптарды оқумен шұғылданған сәттері, сол шығармадағы түрлі кейіпкерлерді көз алдына елестету арқылы кейіпкерлер образы ашыла түседі. Онда барған соң өзіне әйел етіп алды. Мынау бүркіттің ұлы. Психологиялық драма. Ал мен бұл жерде ауылдан келген ананы ойнаймын. Артында бір ұл болса екен деген сияқты, сондай кішкене арман тілектерім бар, сондай айтатын. Спектакль өте жақсы. Келіңіздер, құрметті көрермен, көріңіздер. Өте терең, ауқымды, әйел тағдыры жайлы ауқымды қозғаған сондай бір терең ойлы спектакль. Келіңіздер, рухани бізбен тілдесіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Өзімшіл қатыгездік пен ізгі мейірімділік күресі. Қойылым астары ақ пен қараны ажыратуға үндеп тұрғандай. Әсіресе актуальны. Қазіргі негізі мен осындай спектакль қазіргі уақытта керек деп ойладым. Соның жазушы Сұлтанбек Құдайбергенов, біздер режиссер, кәсіби режиссер болғасын, осындай импровизацияменен жұмыс жасады. Спектакль импровизационно туылды. Импровизационно. Мен театрға ризамын. Театр молодцы, ризамын. Жақсы, жауапты, керемет ответственный жұмысқа қарады, және де сыйлап жұмыс жасады. Бала тәрбиесі сәби құрсақта жатқан кезден бастау керек. Себебі ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы. Жібек Жұмаділқызы, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.